Егер де сен бұл настройкамен ойнасаң, сенің ойының өзгереді, және сен өз ойыныңды танымайтын боласың. Бүгінгі видеода мен Android телефондарына читерский настройка беретін боламын. Сондықтан видеоны толық қарап, өзіңе читерский настройкаңды алып кет. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Дәке. Бүгінгі видеода көріп тұрғандарыңыздай Android телефондарына читерский настройка беретін боламын. Сондықтан видеоны толық қарап кетіңіздер. Және де достар, видеоны жай қарап кетпей, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздер үшін 5 секунд, ал мен үшін көп уақыт кетеді. Және де достар, сіздерге жақсы жаңалығым бар. Мен өз подписчиктерім арасында осындай сыйлықтар ойнатып жатырмын. Ол сыйлықтарды қалай аламын десеңіздер, ол үшін маған тіркеліп, және осы видеоға лайк басып, және тағы осы видеоның астына бір жылы комментарий жазып кетуіңіз керек. Мен өзіме ұнаған жылы комментарияны таңдап, сол балаға өз сыйлығымды табыстайтын боламын. Және өз комментарияңыз жазғаннан кейін астына өзіңіздің ID-іңізді жазып кетіңіздер. Сыйлықтардың ішінде не бар десеңіздер, кез келген затты ала аласыздар. Бірақ набор секілді заттарды ала алмайсыздар. Оның орнына маска, грим, үстіге киетін киім, шалбар, аяқ киім ала алатын боласыздар. Ал достар, сіздерге сәттілік тілеймін. Ендеше өз видеомызға кеттік. Ең бірінші біз DPI-мызды дұрыстап алуымыз керекпіз. Ол үшін телефонымыздағы настройкаға кіріп, сол жердегі система и обновление дегенге басамыз. Одан кейін режим разработчикқа кіріп, астына түсіп, минимальный ширина дегенді басамыз. Сол біздің DPI-мыз болады. Сол жердегі DPI-ді басып 450-ге қоямыз. Енді екінші істейтін затымыз ол Free Fire-ға кіріп, настройкамызды жөндейміз. Free Fire-дің настройкасына кіріп, обзорды 140-қа қоямыз. Ал кнопка огняны біз 45-ке қоятын боламыз. Және де достар, сіздерге ең маңызды затты айтып кетейін. Біз кнопканы көтерген кезде жай ғана көтермей, сәл айналдырып көтеруіміз қажет. Сіздерге мысал ретінде көрсетейін. Міне қазір мен кнопканы тіке көтеріп жатырмын, және оқтарым денеге жабысып жатыр. Ал енді айналдырып көтерген кезде оқтардың бәрі басқа тиіп жатыр. Сондықтан да достар, кнопканы дұрыс көтеру ең маңызды нәрсе деп ойлаймын. Кнопканы дұрыс көтеру арқылы сіз өз ойыныңызды өзгерте аласыз. Егер де достар, настройка істемей жатса, өзіңізге 2-3 күн уақыт беріңіз. 2-3 күн ішінде настройкаға үйренісіп, настройка істейтін болады. Естеріңізге салып кетейін, ешқандай да настройка 100% көмектеспейді. Настройка тек 50% ғана көмектеседі, ал қалған 50% өзіңізге байланысты. Осылайша видеоның да соңына да жеттік. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Және де достар, сіздердің қолдауларыңыз маған өте маңызды. Егер де сіздер көп қолдау білдірсеңіздер, осындай видеолар көп шығады. Ал ендеше достар, сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше.